Әссәләму алейкум балақай. Қазір біз сенімен қызықты саяхатқа аттанамыз. Ендеше жақсылап жайғасып ал. Барлық мұсылман жақсы көретін қасиетті қос мекен Мекке мен Мәдина қалаларымен таныс боларсың. Білесің бе, мүміндер үшін тағы бір қымбат, аса қадірлі мекен бар. Ол Әл-Ақса. Әл-Ақса мешіті Иерусалим жерінде орналасқан. Қазір біз Қағбаға қарап намаз оқитын болсақ, бұрынғы заманда дәл осы Ақса мешіті мұсылмандардың алғашқы құбыласы болған. Ең қызығы, бұл мешітте бүкіл пайғамбарлар бас қосып намаз оқыған. Ол қалай болды дейсің ғой? Пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, қанаты бар, сондай күшті пыраққа мініп, Меккеден Әл-Ақса мешітіне ұшып келген. Ал мешітте оған дейінгі барлық пайғамбарлар күтіп тұрған. Пайғамбарымыз Мұхаммед оларға имам болып намаз оқытқан. Елестетші, Әл-Ақсада оқылған бір намаз үшін Алла тағала 500 сауап жазады екен. Өкінішке орай, Әл-Ақса мешіті дәл қазіргі уақытта ауыр сынақтарды бастан кешіп жатыр. Себебі бұл қасиетті мекен тек мұсылмандар үшін ғана емес, сондай-ақ яһудилер мен христиандар үшін де құнды болып тұр. Жоғарыда айтқанымыздай, бұл мекенде барлық пайғамбарлар табан тіреген. Тіпті мешіт құрылысын Сүлеймен пайғамбардың өзі бастап кеткен. Сондықтан да балақай, Құранда 70 мәрте аты аталған Әл-Ақса мешіті біздің жүректерден орын алу абзал екен. Дәл қазір Әл-Ақса мешіті үшін Раббыңнан дұға тілеуді және осы видеоны өзге де достарыңа көрсетуді ұмытпа.